Ал құрметті серіктестер, енді сәл бет күтімді айта кетейін. Қарап отырсаңыздар, міне бір қосу бірден жаңа біреуін алды, екіншісі тегін келді деп, иә. Бұл енді ағартып беретін пилингі дегендеріңіз осы. Бұны құрғақ бетке сіз кәдімгідей жаңағы жағып массаж жасаған кезде ана өл тердің бәрі кір-кір май-май болып беттеріңізден түседі. Бұның енді екінші түрі мынау. Міне жаңағы жасартатын пилинг для лица, жаңағы омолаживающий жасартатын, иә. Бұны да жаңағы міне қараңыздар. Біреуін алып тұр, екіншісі тегін келіп тұр. Біреуін алды, екіншісі тегін келді. Біреуін алды, екіншісі тегін келді. Біреуін алды, екіншісі тегін келді деген сияқты міне келіп тұрғандағысы. Ал сонымен біз жаңағы мына жаңағы екі түрлі пилингіні біз неметтік қой. Жаңағы құрғақ бетке жағып, мына екеуінің енді кез келген біреуіне өзіңіздің қалағаныңызбен кез келгенін алып, бетіңізді құрғақ тұрған кезде жақтыңыз, өлтер, бүршік кір болып жаңағы түсті майланып бетіңізде тұрған кезде енді мынау тағы қараңыздар. Жаңағы гель түріндегі жаңағы адамның жаңағы бетін осындай жаңағы пилингімен мына пилингімен тазартқаннан кейін осындай гель түріндегі осы сабынмен мынау жемісті жаңағы қышқылдармен арналған түрі. Мынау термальдық су арқылы жаңағы арналған түр. Мынау екеуі де гель түріндегі сабын ғой. Мына екеуіңіз гель түріндегі сабын болып табылады. Міне. Енді осы сабындарыңызбен немесе мынаударыңыз міне көпіршік. Мынау да жаңағы бетті жуатын көпіршік. Мына пилингіні қолданғаннан кейін осы жаңағы сіздер көпіршікпен жақсылап тұрып шайқап жаңағы осы көпіршікпен бетті жуған кезде күшті беттеріңіздің жаңағы мына майланып тұрған өлтердің түскенін алып түседі. Ал тағы бір түрі бұл жаңағы қара ұлудың, менің ұлым жақсы көретін, негіз ер балалар осыған жүгіреді. Өте әдемі келеді, бұны бәрі қолдануға болады, бірақ та біздің үйде менің ұлым қолданады. Сондықтан әдейі ұлыма бір қосу бір бергенде қуанып алып жатырмын да. Енді осымен жаңағы міне пилингіден түскен, майланып тұрған терлеріңізді жуып шайып тастайсыздар ғой. Сосын кейін барып, ары қарай сіздер өздеріңіз мына жаңағы маска қайда? Міне бір қосу бірден келген деген мына масканы жағып, осымен бетіңізді тазартуыңызға болады. Немесе жаңағы алтынның қоспасы бар, міне алтынның қоспасы бар. Мына жаңағы масканы да жағып жіберіп бір 15-20 минут па жарты сағат демалып жатсаңыздар, немесе ақырындап беттеріңізді көп тырыстырмай өздеріңіз жұмыстарыңызды жасап жүретін болсаңыздар, мынау кепкеннен кейін кәдімгідей жаңа сыдырып алып тастайсыздар. Сонда беттеріңіз жоп жұмсақ болады. Енді бұл маскалардан жаңағы қалып қойған біраз қалдықтар болып жатса, тағы да сіздер жаңағы мына бір қосу бірден келген мынандай пенкаларыңызбен, немесе мынандай жаңағы гельдеріңізбен, немесе мынандай гельдеріңізбен өздеріңіз, немесе мынандай жаңағы пенкаларыңызбен тағы да шайып жуып тастауға болады. Сосын кейін барып, ары қарай түнгі крем, күндізгі крем, өздеріңіз қандайды алып қолданып жатсыздар, қолданып жатқан кремдеріңізді жағастыласыздар. Түнде болса, түнде. Негіз пилингіні түнгі уақыттарда қолданған жақсы деп айтылады. Өйткені сіз асықпай жақсылап әдеміреп тазартып алып, одан кейін мына маскаларыңызды жағып алып, одан кейін қайта міне жаңағы гельдеріңізбен, мына пенкаларыңызбен, мысалы жаңағы жуып тазалап шайып аласыздар. Сосын кейін барып жаңағы бетіңізге өзіңіздің қалаған кремдеріңізді жағып жатқан кезде өте тамаша жаңағы бетке күтімді жасаған болып есептелінесіздер. Енді мына кремді де айта кетейін. Осы кремді де кісілер масқара тапсырады, нәтиже жақсы екен, білінбей тұрып, мына креміңіз күшті екен деп жатыр. Бұл енді кәдімгідей мына сепкіл бетке, жаңағы дақ түскен беттерге емдік әсерін беретін осындай комплекс болып табылады. Бұл беттің жаңағы түр-түсін ағарта отырып, міне жақсартып береді, тура өзінің жазғандай. Сосын текстеп береді. Осындай қасиеті бар, 20 миллиграмдық кіте жіңішке келген осындай кремге сұраныс өте көп. Сондықтан алыңыздар, көріңіздер, Бателлдің өнімдері жаңағы бет күтімгәне емес, міне көз күтімге де, мына жаңағы бүйрегіңізге, мына жаңағы гормон өзгергенде, буын сүйекке деген сияқты жаңағы ішкі құрыс ағзаны тазартуға міне хлорофиліңізден біреу алып тұрсыз, екіншісі тегін келіп тұр деген сияқты. Не жерде жаңағы стресске қарсы тұратын өнімдерге дейін бар деген сияқты. Мынау жаңағы хит болып саналатын дүние жүзінде Алтай Мумионың қызыл бұрышы бар
жаңа қызыл тамыры бар Алтай Момио әйелі негізі еркек адамдардың проблемасын мықты шешеді деп айтады. Бұл енді жалғыз еркектерге емес, әйелдердің де проблемасын шешеді. Әрі жаңағы қуықтың ауруларына, әрі сіздерді вирусқа қарсы тұрғызып, әрі сіздердің жаңағы мына ағзаларыңыздан улы токсин заттарды шығарту арқылы емдік әсерін береді капсула түрінде. Ал енді мына жаңағы коронавирустың кезінде өкпе тыныс жолдарыңызға жаңағы өзгеріс кіріп тұрса, онда туберкулез болса, немесе жаңағы басқа да одышка болған кісілер болып жатса, ентікпе ауру, тағы да басқа жалпысы мына жаңағы өкпе тыныс жолында өзгеріс бар кісілер болса, немесе профилактика ретінде де осы жаңағы капсула при проблемах дыхательной система деп мына өкпе тыныс жолына арналғанда қолдана аласыздар. 30 капсула болады. Бұдан міне жаңағы бір қосу бір акциядан біреуін тапсырған, екіншісі келіп отыр. Енді буындарыңызға арналған өнімдеріңізді қараңыздар. Мына хондрактил актив буынға арналған. Яғни жаңағы буын сүйек қақсап сырқырап тұрғанда, немесе жаңағы тізенің сұйықтығы азайып, жағдайыңыз кетіп тұрған кезде осы кремдерді алып қолданатын болсаңыздар, емдік әсерін жақсы береді. Әрине енді бұлармен қоса, міне жаңағы Артро Эксперт деп тұр, буын сүйекке арналған. Міне жаңағы Рималектің сырттай жағатыны, бұның жаңағы капсуласы бар деген сияқты өте көп буын сүйекке арналған өнімдер бізде тағы да бар. Енді лимфокапсты жаңа түсіндіріп айтып кеттім. Лимфокапс фортесі. Осы екеуін 4498-ге 4498-ге алып шу арқылы сіздер жаңа лимфокапсты 2 ай ішесіздер. Мына лимфокапсты жаңағы 1 ай ішесіздер. Мына лимфокапстың фортесін 2 ай ішесіздер. Сонда сіздерге жаңағы толық курс ем болып саналады. Енді тазарту процесті өткеннен кейін барып, мына Алтай Биоцелл деген керемет бір өнім бар. Анемия болған кісілерге, ішкі құрыстан ауыратын, мына жалпысы антибиотикті көп ішіп жағдай кеткен кісілер, паразит құрттан ағзаны тазартып болғаннан кейін осы өнімді қолдану арқылы сіздер денсаулықтарыңызды қалыпты жағдайға келтіресіздер. Бұны да міне бір қосу бір акцияда біреуін алды, екіншісі тегін келіп отыр. Ал мынау жаңағы жаңағы лизгельмент дегендеріңіз, бұл енді свеча түрінде. Бұл балаға да үлкен кісіге де қолдана аласыздар. Мына лизгельментті тек қана түнде жаңағы тікшекке салып жатқан кезде сіз ұйықтап жатасыз. Бұл жаңағы өзі еріп, қанға сіңеттақ 12 мүшеңізге емдік әсерін беріп, мына құрт паразиттарды тазартқыза отырып, сіздің зат алмасу процесіңізді қалпына келтіре отырып, бұл сізге емдік әсерін беріп, ағзаңызды тазартып береді. Свеча түрінде бұл. Бұны да балаға қолданамыз, үлкен кісілерге де қолданатын боламыз. Ал осыны қолданып жатқан кезде жаңағы мына біздің лимфокапспен қоса және де жаңағы 3 сатылы гельминт капсты да сіздер қолдана аласыздар. Гельминт капс 3 сатылы. Міне көріп тұрсыздар ма? 3 түрлі жаңағы капсула тұрғанды. Бұл 3 түрлі капсула тұрғанның мәнін айта кетейін. Таңертең жасыл капсуланы ішеміз. Неге жаңағы қызылды емес, неге түсі жоқ емес, таңертең жасылды ішу керек? Себебі таңертең жасыл капсуланы ішкен кезде таңертеңгі уақытта біздің ағзамыздың белсенді қызметін атқарып жатқан ағзаның ішіндегі құрттарды зақымдап емдік әсерін беретін болады. Ал түсте біз түсі жоқты қолданамыз. Ол дегеніңіз түскі уақытта белсенді қызмет атқарып жатқан ағзаның ішіндегі паразит құрттармен осы түсі жоқ жаңағы ішкен капсуланың мына емдік қасиеті бар шөптер жаңағы паразитті өлтіріп, күресіп, тазартып, сыртқа несеп арқылы, ауыр дәрет арқылы шығарып жатады. Ал кешке қызыл капсуланы ішкен кезде сонда кешкі уақытта, яғни түнгі уақытта біздің ағзамыздың меридиан точкамен ең жаңағы белсенді қызметін атқарып тұрған кезде, сол кездегі мына жаңағы ағзаның ішіндегі құрттармен күреседі. Сөйтіп 3 сатылығы мына жаңағы оңай жау емес паразиттарыңызды құртып шығарып тазартуға арналған өнім болып табылады. Осылай ғалымдар бізге дайындап берген. Сондықтан назар салыңыздар. Қазір көктем келе жатыр. Паразит құрттан ешкім жаңағы страховка жасай алмайды. Тек қана біз профилактика жүргізе аламыз. Балаларымызға да беріп қолдана аламыз, өзімізде қолдана аламыз. Бізде түр-түрі бар. Міне, жаңағы гельминт капсты, лизгельментті, сосын кейін мына жаңағы лимфа капсыңызды
лимфокапстың міне фортесін қайтып міне бәрін тазартып болғаннан кейін Алтай биоцелді ішу арқылы ағзаны қалыпты жағдайға келтіре аласыздар. Ем болсын, шипа болсын.